Я Алла, құрметіне достың Махмұд, тілге яр бер, білінсін тұғыры мақсұд. Харуан Рашид халифа заманында Бағдатта бір жігіт бар, аты Масғұд. Шаһардан бір күн Масғұд шықты тысқа, барды ма деп кезі келіп бір жұмысқа. Бір ұрысы бассап тонап жатқан жерде кез болды бір бейшара шал байғұсқа. Шал байғұс айғайлайды аттан салып, айырып алған жан жоқ оны барып. Кімде болса бір ерлік қылайын деп, Масғұд ұшты ұрыға оңдайланып. Масғұдты ұры шапты қылышпенен, тәуірақ жан сақтапты жұмыспенен. Есен аман шалдағы құтылыпты, Масғұдтан жау қашқан соң ұрыспенен. Масғұдқа келді әлгі шал көзін тіктеп, көрсе бастан ағып тұр қан дірдектеп. Мұның қарызын мен де өтеп кетейінші, жігіт қой, ер көкірек, жау жүрек деп. Ей жігіт, не қылсаң да ер екенсің, көргейсің ерлігіңнің берекесін. Себеп боп мен ажалдан сен айырдың, маған қылған қарызыңды Алла өтесін. Бай емен, батыр емен, хан емеспін, атақты артық туған жан емеспін. Себеп болып айырдың мен ажалдан, жақсылықты білмейтін шал емеспін. Мен бір шал дүниеде жихан кезген, ертең түсте кетемін шаһарыңызден. Ертерек пәлен жерден тосып тұрып, алып қал бір базарлық жаным бізден. Пол үшін қызық бассың сен де бір ер, сені маған кез қылған пәруардигер. Бір құданың хақы үшін мен тілеймін, қабыл көр, сертім үшін қолыңды бер. Ұрыға жібермедім мен намысты, кім бұлдар мұндай қылған істі. Алла хақы деген соң амалда жоқ, барайын деп уәде етіп қолға қысты. Ол жерге ерте тұрып жігіт барды, шалда душар алдынан бола қалды. Қолынан ұстап алып ертіп барып, далада бір бұзылған тамға апарды. Барса, тамда бір гүл тұр солқылдаған, басында 3 жеміс бар былқылдаған. Бірі ақ, бірі қызыл, бірі сары, таңдап ал, мен берейін бірін саған. Ағын жесең, ақылың жаннан асар, сарыны алсаң дәулетің судай тасар. Егер де қызыл жеміс алып жесең, ұрғашыда жан болмас сенен қашар. Ол жігіт шал сөзіне құлақ салды, көзін төмен жіберіп аз ойланды. Ақ пен сары екеуін алмаймын деп, қызыл жеміс жеймін деп қолға салды. Мен беремін, танбаймын айта тұра, өкінбесең түбінде жүре бара. Ақ пен сары екеуін алмағаның, мәнісін айтсаң екен жаным сірә. Мен болсам егер ағын жемек дедім, ақылды болдым елден бөлек дедім. Мен ақылды билемен не қылсам да, ақыл мені билесе керек дедім. Ақылды жан табылмас маған сырлас, көріне тентек көп надан мойын бұрмас. Әділетсіз ақылсыз арсыздарды көре тұра көңілде тыныштық тұрмас. Адам дертті болмай ма құса тартып, тұщы ұйқы ұйықтай алмай түнде жатып, ептеп бағып есерге ем таба алмай, тәтті тамақ жей алман дәмін татып. Сарыны жеп мен болсам байдың өзі, аузына тамам жанның болдым сөзі. Пәленшеден бір нәрсе алсақ ау деп, тігілер жан біткеннің маған көзі. Жұрт күндер жұрттан артық байлық үшін, бұлдайды біреу күшін біреу түсін. Не қылса да надандар алмақ тойлар, мал ант ұрған күйдіріп елдің ішін. Еңбексіз мал дәметпек қайыршылық, ақылды ерге ар болар ондай қылық. Оны ойларлық бұл күнде адам бар ма, пайда ойламай қылады кім татулық. Берсең қалар олар да несі ардың, бермесең сен дағы ит бірге болдың. Не өзің ит, немесе бар елің ит, дауасыз бір пәлеге міне қалдың. Қызылды жесем мені әйел сүйер, арамдыққа жүрмесем не жан күйер. Ұрғашыда көп жан ғой досым болса, деп едім бір пайдасы маған тиер. Еркектің еркек адам болса қасы, қатын шеше қызы жоқ кімнің басы.
Хан қаһар қара кісі қастық қылса, сонда ұрғашы болмай ма арашашы? Тегінде адам басы сау бола ма, бойында тексерілмес дау бола ма? Ері ашу айтса, әйелі басу айтып, отырса бұрынғыдай жау бола ма? Соны ойлап қызыл жеміс мен таңдадым, берсеңіз жемек болып бел байладым. Топа торсақ бұл сөзді айтқаным жоқ, басында ойлап тегін абайладым. Бұл сөзге салып тұрды шал құлағын, ендеше тауып айттың же шырағым. Ақыл дәулет әуелден өзіңде екен, өміріңмен артылсын жаным бағың. Бұл шал бөтен шал емес қыдыр еді, ебін тауып даруға кезі келді. Сөзіне, ақылына, қылығына разы болғаннан соң бата берді. Сол Масғұт қыдыр шалдан баталыпты, соңында Шәмсі Жихан атаныпты. Мағынасы бұл дүниенің күні деген жетіліп бізге ғибрат сөз қалыпты. Сол заманда надандар шырш бұзған, жалғанның дәмін бұзып қауіп қылғызған. Ақыл мен мал екеуін асырай алмай, ара шашы іздепті қатын қыздан. Ендігіге не сұрау бұл жалғанда, ақыл ой ар намыс жоқ еш адамда. Өлген мола туған жер жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы маңда. Сол Масғұт халифаға уәзір бопты, тарқатыпты алдынан көппен топты. Бағанағы қыдыршал бір уақытта түсіне аян беріп жолығыпты. Ей балам, пәлен күні жауын жауар, сол жауынның суында кесапат бар. 7 күн жынды болар суын ішкен, 7 күн өткеннен соң және оңалар. Ол судан тамам суға су құйылар, сел болып судың бәрі кесел болар. Ертерек таза судан су жиып ал, бұл хабарым сақтансаң жаным жарар. Бұл сөзбен халифаға Масғұт барды, хабарын естіген соң хандан қарды. Айтқан кезі жақындап келген шақта ертерек таза судан құйып алды. Болған соң уәделі күн жауын жауды, судан ішкен жынды боп ақылауды. Күні түні шуласып таласады, ұмытты тамақ жеумен ұйықтауды. Бұлар шулап бір күні келді ордаға, хан мен уәзір қарайды тамашаға. Бәрі де есі шығып жынды болған, бош шулап жүр кіші іні үлкен аға. Ол халқының алдына жақын барды, сөз айтып әрбір түрлі ақыл салды. Бір кеселге байғұстар жолығыпсың, үйіңе бар, ұйықтаңдар деп шығарды. Олар шықты есіктен ханға өкпелеп, көшеде шулап және шылаған көп. Хан мен уәзір ақылдан айырылыпты, өлтірейік екеуін жынды екен деп. Өлтіргелі ордаға қайта жүрді, бұлардың сөзін естіп ханда көрді. Бұрынғыдан мұнысы қиын болды, ойбай уәзір ақылдап қайттық деді. Құтылар хал болмады мына дудан, бізде ішпесек болмайды жынды судан. Өлтірер өңкей жынды бізді келіп, жынды деп есі дұрыс бізді қуған. Екеуі жынды судан ішіп салды, құтырып көз алдына жетіп барды. Өңкей жынды байқамай айтып біздеп, құлдық ұрып бұларға көп жалбарды. Сонымен бет-бетімен тарқап кетті, әйтеуір тарқайтұғын уақыт жетті. Көрдің бе деп тентектің қылған ісін, еріксіз есті екеуін есер етті. Көптің бәрі осындай мисал етсең, көп айтты деп алданып уағда күтсең, ғапіл боп көп нәрседен бос қаласың, аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең.